Амматағы оларыр Же-Уот коммунальна қағайстуатын филиалы бұйылғы қыстыққа орайын үрдінен түрден қочуолынайы үлелетем. Білігін бары әбиекке өрімен үлете баран балағанын сәтті күнігер сылағы берерге бәлемнер. Олық жаға қағайстыбатын лөхеттері қыстығы көрсі бары қочуолынайдырға өрімен әлерін ұдалылар. Ол күрдік балагун нәхилеген қочуолынайгар улары елары келілеріне бартын саңардан сыбаркалан оңыр бұттар. Итиедіне амма бөтің амман ақыр нәхилектерігер қочуолылары ұларатыға үлі қамназ бар бұд. Рем программанан ахылбәтті объектка атут бес көніңілі оңғылуына бұте ремонтный программатынан тағуын бірген тантаққа оңғылуына запускайте он бірген бәлеме оқпыттен тез ограждениеін қалды. Он котел оларыйда, он тан хәттете заводского исполнения, он на бәвит самоизготовления, он на бәвит шекке котел, он екі котел оларды қпыт. Аман әйлегір Константин Неустроев атынан западнай қочуолынайгар күн бүгін өрімен үлетін үгені. Манна үс қочуолу бөз бүтіннүйдің көтірен өріменнүй сылжалар. Үш оқ капитальный ремонт болдыр, бір оқ капитальный ремонт бітті. Пока запуска бәлеммет, онтон дальше по ходу дела екі оғаме крылан. Оттукка мәйдәвәк канаттан оригиналан Европа біділі. Бұл капитальный ремонт оқ секцияларын оларды келінзайны конвективный чағын. Онты өті дәлберге біттір. Оны олардан қаян, хаған тұрбалары қаларқалаты бардың бұған оларды өт. Бұйыл амма бәға ұтағыма тұран бербекке сасқы навигациянан әттен ар тұғыншы туанна тас жоқ кәлбіде. Салғы сол тұрдағына жабарқы қайтыттан, сангартан, қарбалақтан әбей тас жоқ те ектірі. В этом году у нас завоз угля будет с 3 источников. Джабарики-Хаинский угольный разрез, то есть данный объем уже завезен. Это на начало отопительного сезона. С ангарского угольного разреза будет какой-то объем, ну не какой-то, 17 тысяч тонн завезено. Ну и уже в ходе отопительного сезона мы будем подвозить с Харбалахского угольного разреза. Балаған айын сағаланыйта қағайсы бары қошолынайдырығар қыстыққа кері үлелерін сағалыға. Антон балаған айын 7 күніттен бары биектерге сылағы беректірі. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті Амма.